дос. Мен география пәнінің мұғалімі Каленова Әлия Кендебайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды картадан көрсету тәсілдері. Сабағымыздың оқыту мақсаты маңызды қазақстандық географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды картадан көрсету барысында сипаттайды. Қазақстанның географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді. Бағалау критерийлеріне тоқталатын болсақ, географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды және картадан көрсетеді. Тақырып бойынша инфографика жасайды. Шартты белгілер географиялық карталардың тілі. Географиялық картаның басты элементі географиялық бейнелеу болып табылады. Картографиялық бейнелеу нысандарды, құбылыстар мен үдерістерді бейнелейтін шартты белгілер жүйесі болып табылады. Картаға түсірудің негізгі тәсілдеріне тоқталатын болсақ, масштабтан тыс белгілермен белгілер тәсілі, нүктелік тәсіл, картодиаграмма тәсілі, сызықтық тәсілі мен изосызық тәсілі, сызықтық белгілер тәсілі, қозғалыс тәсілі, аумақтық тәсілі мен сапалық фон тәсілі, картограмма тәсілі бейнеленеді. Аумақтық немесе масштабтан тыс белгілер мен ареалдар тәсілі бейнеленеді. Яғни бұлардың барлығы картаға түсіру тәсілдеріне жатады. Географиялық нысандарды картада белгілеудің негізгі түрлері: нүктелік, яғни белгілі бір мекен-жайды картада нүкте белгісімен белгілейді. Сызықтық белгілермен картада көлік жолдары белгіленеді. Аумақтық белгілеу бір қаланың, ауданның немесе кенттердің, ауылдық жерлердің аумағы осындай аумақтық белгілеумен беріледі. Масштабтан тыс белгілермен картаға түсірудің үш әдісі бар. Жоғарғы А бөлігінде геометриялық, яғни әртүрлі пайдалы қазбаларды осындай әртүрлі геометриялық пішінде картада түсіреді. Тас көмірдің, мұнайдың, газдың, темір кендерінің пішіндері осындай геометриялық формамен беріледі. Суреттік белгілермен көп жағдайда жан-жануарлардың бейнесі көрсетіледі картада. Қандай аумақта немесе қандай табиғат зонасында қандай жануарлар мекендейтінін осы жануарлардың суретімен көрсетеді. Әріптік белгілермен картаға түсіру әдісі де кеңінен қолданысқа ие. Бұл жерлерде де жаңағы геометриялық пішінмен берілген әртүрлі пайдалы қазбалардың химиялық формулалары көрсетіледі. Сондай-ақ нүктелеу тәсілімен жалпы құбылысты, әсіресе ауыл шаруашылық картасында егістік жерлердің орналасуын көрсетуге болады. Яғни 213 мың гектар деген белгілерді осы нүктелеу әдісі арқылы көрсетеді. Мысалы, жүгері жасыл түспен бір нүкте болатын болса, 1 гектар жерде орналасқан деген белгіні білдіреді. Картодиаграммалау тәсілі. Географиялық картаға әртүрлі диаграммалар тұрғызу арқылы түсіріледі. Яғни, мына суретте Қазақстандағы бағалы металдарды өндіру картасында көрсетілген алтынның, күмістің қай өңірлерде қаншалықты көлемде өндірілетіні осы диаграммалардың биіктігі мен көлемімен айқындалады. Аумақтық белгілер арқылы картаға түсіру тәсілдері. Картограмма тәсілі салыстырмалы статистикалық көрсеткіштерді бейнелейді. Яғни бұл жерде қалалардың әртүрлі аумақтарды көрсетеді. Мысалы, үлкен шеңбер жоғары, халқының көрсеткіші жоғары қалаларды белгілейді. Орташа шеңбер, орташа деңгейдегі халықтың санын көрсетеді. Және кіші шеңбер 10 немесе 20 миллионнан төмен халықтың санын көрсетеді. Яғни бұл көбінесе салыстырмалы әдіс. Ареалдар тәсілі аумақта масштабтан тыс белгілерді де пайдалануға мүмкіндік береді. Яғни ареал деп отырған жаңағы
қалалардың, облыстардың, аудандардың алып жатқан орны жер көлеміне байланысты Қазақстандағы орындарды белгілейді. Оқушылар, алдарыңыздағы суретте әртүрлі географиялық үдерістер бейнеленген. Осы географиялық үдерістерді сурет бойынша атаңыздар. Және олардың қайсысы қауіпті болуы мүмкін, соны ойланып жауап берсеңіздер. Бірінші суретте күн мен түннің өзгеруі, қардың жаууы, жаңбыр, аяз, таудың пайда болуы, сел, цунами, атмосфералық циркуляция, күннің шығуы мен батуы, маусымдардың өзгеруі, жанартаудың атқылауы, жер сілкінісі, опырынды, су тасқыны. Дұрыс айтасыздар. Ал енді осы үдерістердің қайсысы көбірек зиянды, сіз үшін қауіпті болуы мүмкін? Соны дәптерлеріңізге жазып, өз ойларыңызды тұжырымдасаңыздар. Құрметті оқушылар, осы тақырып бойынша біз сонымен қандай білім алдық, қандай мағлұматтарды игердік деп ойлайсыздар? Сонымен картаның басты элементі шартты белгілер екенімен таныстық. Оны картаға түсіруді әртүрлі тәсілдер қолдана отырып пайдаланатынды білдік. Және де шартты белгілерді үлкен көлемдегі ақпараттарды көрнекті түрде бере алатынымен таныстық. Бір ғана шартты белгімен сол ел немесе жер туралы көптеген мағлұматтарды алатындығын білді. Құрметті оқушылар, енді осы сабағымыздан алған әсерлеріңізбен бөлісе отырсақ. Ойша елестетіңіздер, екі қолдарыңызды, алақандарыңызды жоғарыға көтеріп, әлем сенің қолыңда деген сөзге мән берсеңіздер. Және де бүкіл әлемді қолыңызда ұстай отырып, осы тақырыптан меңгерген бір фактыны дәптерлеріңізге жазып, ой бөліссеңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.